Now, hello children, now let's begin today's lesson, Edutainment 7, яғни білім беру 7. Жетінші модульді аяқтаймыз, балалар. Тақырыбы Why we should love animals. Біз не себепті жануарларды жақсы көруіміз керек. Егер сіздерге бұл тақырып ұнаса, менімен бірге болыңыздар. Next, continue today's lesson. Exercise 1 in pairs discuss a quotation. Quotation, yes. Quotation, it means дәйек сөз, яғни жұптық жұмыс берілген. Бізге дәйек сөз берілген, сол дәйек сөзді не туралы, ол не үшін деген секілді, соны талқылауымыз керек. And animals' eyes have the power to speak a great language. Яғни жануарлардың көздері керемет тілде сөйлейтін күшке ие деген дәйек сөз берілген. Мен сіздерге өз нұсқамды қалдырдым. Сонда қарап шықсаңыздар болады. Next exercise 2. Use the words, phrases below to tell your partner why we should love animals. Яғни фразаларды, сөздерді пайдалана отырып төменде тұрған, соны біз неліктен жануарлар жақсы көруіміз керек, соны не істейміз? To tell айтамыз, мысалға бір мысал келтіріпті. I love animals because they are wonderful creatures. Мен жануарларды жақсы көремін, өйткені олар керемет тіршілік иелері деген. Балалар, мен сіздерге де өз нұсқамды қалдырдым. Қарап оқып шықсаңыздар болады. Next exercise 2B. B бар екен екінші жаттығудың. In groups, design a poster with the title I love animals. Find pictures to illustrate your poster. Display the poster in your classroom. Яғни топпен жұмыс, мен жануарларды жақсы көрем деген жаңағы тақырыпта постер жасаймыз, оны сыныптың алдында қорғаймыз дейді. Мен сіздерге де өз нұсқамды қалдырдым, қарап шықсаңыздар болады. Exercise 3. Do the quiz, write true or false. Осы уақытқа дейін өткен тақырыптарға байланысты әр тақырыптан бір-екі сөйлемнен алынған дұрыс немесе сөйлемнің бұрыстығын анықтауымыз керек. Осы жаттығуды қарап шықсаңыздар болады. Дұрыс нұсқасын, бұрыс нұсқасын тауып шығамыз, балалар. Келесі жаттығуға көшейік. Егер сіздерге бүгінгі сабақ ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Next exercise 4. Look at model 7 and write a true or false quiz of your own. Яғни осы 7-ші модульге арнап өзіңіздің яғни сөйлемдер дайындаймыз және дұрыс бұрыстығын анықтайтын. Мен сіздерге бір нұсқасын қалдырдым, қарап шықсаңыздар болады. Осы 7-ші модульдегі әр өткен тақырып бар ғой, әр мәтіннен бір-екі сөйлем алып, осылай дайындасаңыздар болады. Ендеше кеттік келесі жаттығуға қараймыз. Келесі жаттығу exercise 5 song, ән берілген. In 1 minute write down as many animals as you can think of. Listen and read the song. Which of them are in it, which are in the pictures. Суреттерде, өлең берілген суреттерде қандай жануарларды көреміз дейді. Осы өлеңді оқып шығамыз, балалар. Яғни бұл өлең жануарлар туралы өлең. Енді балалар, сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймыз. Сабақ бітті, сау болыңдар.